Су астында өмір сүретін жалғыз өрмекшінің өз аквалангы бар десем, сенер ме едіңіз? Бұл су өрмекшісі немесе күміс өрмекші. Ол өмірінің басым бөлігін су астында өткізетін жалғыз өрмекші болып саналады. Ең қызығы, оның желбезегі жоқ. Сонда ол қалай тыныс алады? Өрмекші су бетіне көтеріліп, денесіндегі ұсақ түктерге ауа көпіршіктерін жинайды. Кейін сол ауаны су астына алып түсіп, арнайы тоқылған торының ішіне жібереді. Бірнеше рет қайталанғаннан кейін өрмекші су астында кішкентай ауа бөлмесін жасап алады. Ғалымдар оны сүңгуір қоңырауы немесе ауа күмбезі деп атайды. Бірақ мұнымен бәрі бітпейді. Ғалымдар бұл ауа күмбезінің кәдімгі ауа қалтасы ғана емес екенін анықтады. Ол нағыз тірі су асты өкпесі сияқты жұмыс істейді. Суда еріген оттегі күмбездің ішіне өтеді, ал көмірқышқыл газы сыртқа шығады. Сондықтан өрмекші кейде бірнеше сағат, тіпті бір тәуліктен астам уақыт бойы су бетіне шықпай-ақ өмір сүре алады. Бұл өрмекші нағыз аңшы да болып табылады. Ол масаның дернәсілдерін, ұсақ шаян-тәрізділерді және басқа су жәндіктерін аулайды. Жемтігі торға жақындаған сәтте, өрмекші жасырынған жерінің найзағайдай атылып шығып, оны ұстап алады. Ал оның аты неге күміс өрмекші? Себебі денесін қаптаған ауа көпіршіктері күн сәулесінде күмістей жарқырап тұрады. Сыртынан қарағанда, өрмекші сұйық металдан жасалған сияқты көрінеді. Тағы бір қызықты факт. Бұл өрмекші жұмыртқаларын да су астында сақтайды. Аналығы ауа күмбезінің ішінде арнайы бөлік жасап, болашақ ұрпағын сол жерде қорғайды. Табиғат кейде ең ақылды инженерлерден де асып түседі. Өйткені бұл кішкентай өрмекші миллиондаған жыл бұрын-ақ өзіне су астындағы үй, өкпе және тіршілік жүйесін жасап алған. Видео қызық болса, лайк басып достарыңа жібер және парақшаға жазылуды ұмытпа.